Аспанға қарасаңыз, бір сұрау бізді ойландырады. Біз бұл әлемде жалғызбыз ба? Космос, миллиардлап жұлдызлар, триллионлап планеталар, бірақ еледе ешбірінен дауыс жоқ. Бірақ бұл үнсізлік нені аңлатады? Ешкім жоқ па? Ямаса олар бізді күзетіп жатыр ма? Оumuamua сияқты сырлы мейманлар, Сайки 16 сияқты металл ядролы астероидлар, мұз астындағы океанлық радиосигналлар, бұл жұмбақтардың әр бірі бізді бір хақиқатқа жақындастырмақта. Бұл видеода сіз астробиология, космос сырларының ең ахметлі теориялары һәмде инсаниятты хайран қалдырған қызықлы фактілер хақында біліп аласыз. Видеомыз бастан алдын каналымызға ағза болып лайк басуды ұмытпаңыз, себебі сіздің қолап қуатлауыңыз біздің жаңа және қызықлы видеолар шығаруымызға себепші болады. Бұл Айдың каналының жаңа саны, мен Айгүл, егерде сіз тайын болсаңыз, басладық. Әлемде неше галактика бар екенлігі хақындағы сұрауға анық сан менен жауап беру қиын. Себебі бұл сан тұрақлы жаңаланып барады һәм бақылау технологияларының имканиятларына байланыслы. Бірақ қазіргі заманауи ilmiy бақылаулар бойынша бақыланатығын космоста шамаменен 2 триллионға жақын галактика бар. Сан 12 қаналы санлардан құралған. Бұл санды анықтауға жәрдем берген тикарғы құрал Хаббл һәм кейінірек Джеймс Уэбб сияқты күшлі телескоплар болып табылады. Алдыңғы бақылаулар 100 миллиард атрапында деп есептелген еді. Бірақ 2016 жылдан кейін тереңірек һәм анықтау жүргізілген бақылаулар бұл санды кемінде 10 есеге көбейтті. Әр бір галактикада орташа 100 миллиардлап жұлдызлар бар, ал олардың атрапында болса планеталар болуы мүмкін. Яғни белгілі болғанындай адамзат тек қана өзіне көрінетұғын әлемнің бір бөлігін көрмекте. Мүмкін оннан сыртта және де триллионлап галактикалар бар шығар. Тіршілік тек қана жерде бар ма? Ямаса космоста біз білмеген және де тіршіліктің формалары бар ма? Бұл сұрау 1000 жылдардан бері инсаниятты қызықтырып келмекте. Бүгін бұл сұрауларға ilmiy жақтан жауап табуға харекет етілмекте. Соның үшін да астробиология пәні пайда болған. Астробиология бұл тіршіліктің космоста қалай пайда болуы, қай жерде бар болуы һәм қандай формаларда рауажлануы мүмкін екенлігін үйренетұғын пән тарауы. Астробиология пәнлер аралық бағдар болып, биология, астрономия, геология һәм химия пәнлерін бірлестіреді. Бұл пән тек қана басқа планеталардағы тіршілікті іздеп қоймастан, ал жерде тіршілік қалай басыланғанын да терең үйренеді. Илімпазлар тіршіліктің пайда болуы үшін зарур болған тикарғы шартлерді анықтаған. Олардың ең ахметлісі су. Су клетка ішіндегі барлық химиялық процесслер үшін ахметлі құрал есептелінеді. Су болмаған жерде тіршілік болуы жүда қиын. Және бір ахметлі фактор бұл температура. Су суық жағдайда болуы үшін температура жүда төмен немесе жүда жоғары болуы керек. Атмосфера болса тіршілікті зиянды нұрлардан, метеоритлерден қорғайды һәм дем алу үшін газлерді береді. Карбон тикарлы молекулалар органикалық тіршіліктің тикарғы құрылыс материалы. Олар белоклар, ДНК һәм басқа тіршілік молекулаларын құрайды. Жерде бұл талаптар бар болғаны үшін тіршілік пайда болған, бірақ хайран қаларлық тарап сонда тіршілік тек қолайлы орындарда емес, ал жүда экстремал шараятларды да жасай алады. Мәселен, Мариана тармағында, яғни океанның ең терең ноқатында күшлі басым, қараңғылық, кислородсыз шараятта да бактериялар жасайды. Сондай-ақ ыссы бұлақтарда, мұз қатламлары арасында күшлі кислоталы жерлерде де тіршілік табылған. Бұл фактілер соны көрсетеді, яғни тұрмыс har қандай шараятқа да өзін бейімлестіре алады. Соның үшін да астробиологлар төмендегі сұрауды қояды. Яғни жерде сондай қиын шараятта тіршілік бар болса, басқа планеталарда бар болуы мүмкін емес пе? Мысалы, Марс планетасында әйемде су дариялары болғанлығы дәлелленген, ал мұзлардың астында болса суық су болуы мүмкінлігі айтылған.
Және сонда этимал қызықлы планета жолдаслары менен де байланыслы. Планета жолдасы бұл планета атрапында айланатығын аспан денесі. Ай жер атрапында айланатығындай. Har bir үлкен планетаның бір ямаса бірнеше жолдасы бар. Юпитер планетасының 90-нан артық жолдасы, Сатурнның болса 140-қа жақын жолдасы бар. Солардан ең қызықлы екі жолдас Европа. Бұл Юпитердің мұзбенен қапланған жолдасы. Ілімпазлар оның мұз астында суық сулы океан бар деп есептейді. Энцелад болса Сатурнның жолдасы. Ол жерден мұзлы су пулары шығып атырғанлығы бақыланған һәм бұл суық океан бар екенлігін көрсетеді. Әне сондықтан да бұл екі жолдас астробиологлар үшін жүде ахметлі. Олар мұз астында тіршіліктің апуайы формалары жасап атырған болуы мүмкін. Астробиология тек қана басқа планеталарда тіршілік іздеу емес. Ол бізге өмір неден басланады, тіршілік қаншелі беккем һәм бейімлесушең болуы мүмкін екенлігін үйретеді. Бұл болса тек қана ілім үшін емес, ал инсанияттың келешегі басқа планеталарға көшу имканиятлары үшін ахметлі есептеледі. Соның үшін де ғалымлар ең дәслеп тіршілікті іздеуді Құяш системасынан бастайды, ал Марс планетасы болса ең көп ітібар қаратылған планеталардан бірі. Және бір қызықлы тарапы планеталардың жолдастары. Мысалы Юпитердің Европа, ал Сатурнның болса Энцелад жолдасында мұз астында океан сулары бар екенлігі болжанбақта. Айтпақшы, Энцелад бетінен су пулары шыққаны да бақыланған. Демек тіршілік болуы мүмкін болған орындар Құяш системасының өзінде де табылмақта. Бірақ ілімпән тек қана Құяш системасы менен шекленіп қалмай жатыр. Соңғы 10 жылдарда астрономлар басқа жұлдыздар атрапында да планеталар бар екенлігін анықтады. Бұндай планеталар экзопланеталар деп аталады. Олардан мыңлап ашылған болып, бұлардың арасында тіршілік болуы мүмкін болғанары да бар. Экзопланеталардан анықтауда ең үлкен рөл ойнаған құрал бұл Кеплер телескопы болды. Ол 2009-2018 жылдар аралығында жұмыс алып барып, жүзілген жерге ұқсас планеталарды тапты. Қазір болса жаңа әулет телескопы Джеймс Уэбб. Бұл планеталардың атмосферасын анализлеу, ол жерде су пуы, карбонат ангидрид, металл сияқты тіршілікпенен байланыслы газлер бар жоқлығын анықтап бермекте. Тіршілік іздеп атырған планеталар әдетте өз жұлдызының жасай алатығын зона деп аталған аймағында жайласқан болады. Бұл зона жұлдыздан жүда алыс та, жүда жақында болмаған аралықта жайласқан болады. Сондай-ақ планетадағы су халда сақланып қалуы мүмкін. Ілімпазлар бұл зонаны Goldilocks zone деп атайды, яғни жүда ыссы да, жүда суық та емес, орташа. Бұндай зонада жайласқан айрым белгілі экзопланеталар бар. Мәселен, Траппист-1 системасындағы 7 планета. Олардың кемінде 3-і осы қолайлы зонада жайласқан һәм ол жерде су бар болуы мүмкін. Және бір белгілі планета Прохима. Ол бізге ең жақын жұлдыз Прохима Центаури атрапында айланады һәм ол да тіршілік үшін қолайлы зонада жайласқан. Бұл барлық мағлұматлар әлемде тіршілік болуы мүмкін болған орынлардың көп екенлігін көрсетеді. Бұл орындар тек қана біз білген жерге ұқсас болуы шарт емес, ал басқа өзіне тән шариятлы планеталарда да тіршілік басқаша формада бар болуы мүмкін. Астробиология инсаниятқа тіршіліктің сырларын түсіну, оның шекараларын кеңейту һәм хәтте басқа планеталарға саяхат ету үшін іліми тикар жаратпақта. Әлем жүдә үлкен. Оның һәр бір мүйішінде миллиардлап жұлдызлар, ал олардың атрапында болса онлаған планеталар бар. Ілімпазлардың есап санақларына қарағанда тек қана біздің галактикамыз құс жолында тіршілік ету мүмкін болған миллионлаған планеталар бар. Сонда табиғи сұрау пайда болады. Олар қайда? Неге біз еліге шекем басқа цивилизацияны ұшыратпадық? Осы сұрауды бірінші мәрте белгілі физик Энрико Фермис берген һәм ол тарихқа Ферми парадоксы аты менен кірген. Фермидің сұрауы жүдә апуайы еді. Егер тіршілік әлемде кең тарқалған болса, неге біз елі оларды көрмей атырмыз? Себебі егер ақылы тіршілік болса, олар технология арқылы космосқа шығып, радио сигналлар ямаса зондлар жіберіп, өз іздерін қалдырған болуы керек еді. Бірақ осы күнге шейін біз не сигнал, не байланыс, не сапар хақында ешқандай сенімді дәлелге ие емеспіз. Бұл парадоксты түсіндіру үшін түрлі теориялар ұсыныс етілген. Біреулер айтады, ықтимал басқа цивилизациялар бізден әдеуір бұрын бар болған, бірақ уақыт өтуіменен жоқ болып кеткен. Әлемнің жасы 18,8 миллиард жыл.
Мүмкін басқа цивилизациялар бізден миллионлап жылдар алдын рауажланып, өзінің технологиялық шоққысына жетіп, кейін өзін-өзі жоқ еткен немесе табиғи апатшылықта набыт болған шығар. Мүмкін олар бар еді, бірақ уақыт олардан өтіп кетті. Олар жоқ болып кетті. Бірақ аспан бізге күтілмеген мейманларды да жібереді. Яғни 2017 жылдың көзінде астрономлар аспан арқалы ажайып объект ұшып өтіп атырғанын білді. Бұл аспан денесі құяш атрапында айланбай, туыры сызық арқалы ұшып атыр еді. Оны Гавайи тауларындағы Pan-STARRS телескопы анықтады һәм оған Оumuamua деп ат берді. Ал бұның мәнісі болса Гавайи тіліндегі ұзақтан келген бірінші мейман деген мәністі аңлатады. Оumuamua тарихта адамзат тарапынан бақыланған бірінші жұлдызлар аралық объект болды. Яғни ол құяш системасынан емес, ал басқа жұлдыз системасынан ұшып келген һәм және шығып кеткен. Бірақ оны қызықлы ететін нәрсе тек сол емес. Оның формасы һәм әрекеті жүдә ерсі еді. Ол сигарадай ұзын һәм жіңішке, ал төбесінде тегіс емес шеңбер басланған. Бұндай форманы біз елі ешқашан көрмегенбіз. Және бір таңқаларлық нәрсе Оumuamua құяшқа жақындасқаннан кейін тезлігін арттыра бастайды. Бірақ кометалар сияқты ізінен газ ямаса мұз булар шықпайды. Бұл болса ілімпазларды таң қалдырды. Себебі әдетте комета құяш нұры тәсірінде буланады һәм сол себеплі тезлеседі. Бірақ бұл объект бұндай әрекет етпей түсініксіз түрде тезлескен. Сонан кейін айрым ілімпазлар қатаң сұраулар бере бастады. Белгілі астрофизик Ави Лоев мәселен бұл объект жасалмай келіп шығуға ие болуы мүмкін деген болжауды алға қойды. Ол әтте бұл объект басқа цивилизация тарапынан жіберілген космослық желқон болуы мүмкін екенлігін де айтты. Әлбетте бұл пікір іліми деректелерде жүдә тартыстарға себеп болды. Өйткені бұндай болжаулар дәлелдеуге мұқтаж. Оumuamua хақында еле ешкім анық жұмаққа келген жоқ. Біреулер оны сырлы астероид, ал басқалар болса мұзсыз комета деп есаплайды. Бірақ бір нәрсе анық, бұл объект құяш системасына бізден әдеуір ұзақта жайласқан жұлдызлар аралық кеңістіктен келген һәм кетіп қалған. Ол біздерде қағазда қалдырылған жазусыз хаттай сезілді, келіп кетті. Бірақ нені аңлататұғынын білмедік. Бәлкім бұл бізге бірінші болып жіберілген белгі еді. Мүмкін бұл космостан келген күлкі, бәлкім әпуайы тас. Бірақ ол тарихқа адамзат бақылаған бірінші жұлдызлар аралық мейман сипатында кірді. Һәм біз елі де ол хақында ойлап жатырмыз. Бірақ сырлы объектілер тек космостан ұшып келген меймандар емес, кейде құяш системасының өзінде де таң қаларлық табылмалар болды. Мәселен, Марс һәм Юпитер арасындағы астероидлар поясында жайласқан Сайки 16 астероиды осылар қатарына кірді. Ол апойы таслы астероид емес. Ілімпазлар оны текарынан темір һәм никель сияқты ауыр металлардан барады деп есаплайды. Бұл құрам жер ядросына ұқсап кетеді һәм ықтимал ұзақ өтміште ыдырап кеткен планета ядросының бөлегі болуы мүмкін. Сайки 16 өзінің металл құрамы менен тек қана геологларды емес, ал экономистлер һәм инженерлерді де қызықтырды. Айрым есап санақларға бола ол 10 квадриллион долларға тең бағаланады. Әлбетте бұл құн оны қазып алу ниеті менен емес, ал ілім үшін қаншелі ахметлі екенлігі менен байланысты. НАСАда бұл объектті терең үйренуге қарар етті һәм Сайки атлы арнаулы зонд ұшырды. Бұл аппарат 2029 жылға барып астероидқа жетіп баруы күтілмекте. Ол бізге Сайки 16 бетіндегі структура, магнит майданы һәм химиялық құрамы хақында ахметлі мағлұматлар алып келеді. Бұл арқылы біз тек қана астероид хақында емес, ал планеталар қалай қалыптасатыны, жердің ядросы қандай болуы мүмкін, осылар хақында да тереңірек түсінікке ие боламыз. Астероидлар кейде тарихты ішінде сақлап тұрған музей бөлеклері сияқты. Туры орнынан қарағанда космостың естеліктері болуы мүмкін. Және бір пікір бойынша басқа цивилизациялар болса да олар тек қана бізге қызықпайды. Инсаният технологиялық рауажлануда жүдә жаңа, енді ғана радиосигналлар жібере бастаған. Мүмкін біз оларға елі жетерлі дәрежеде рауажланбаған апуайы жәмет сипатында көрінеміз. Айрымлар болса, бұл цивилизациялар біліп тұрып жасырынып жүрген болуы мүмкін деп ойлайды һәм бұл теория zoo hypothesis атыменен аталады. Онда айтылуынша адамзат тап хайуанат бағындағы сияқты бақылау астында, бірақ та тікелей байланыс қойылмаған болуы мүмкін. Бәлкі олар адамзат қаншелі дәрежеде рауажланып атырғанын бақылап атырған шығар. Және бір ықтимал бар. Ақыллы технологиялық тұрмыстың өзі жүдә сирек ұшырасатығын хадисе болуы, өмірдің баслануы салыстырмалы апуайы болуы мүмкін.
бірақ оннан интеллектуал технологияны ойлап табушы мақлуқлардың рауажлануы бұл жүдә сирек ұшырасатығын процесс. Адамзат болса бұл сирек ұшырасатығын нәтиженің өзі. Және бір батыл пікір, бәлкім біз біріншіміз, мүмкін басқа цивилизациялар еле пайда болмаған, ямаса еле рауажланып атырған басқышта. Біз болса космоста технологиялық ояну басланған дәслепкі жәмет болуымыз да мүмкін. Ферми парадоксы бүгінгі күнге шекем шешімін таппаған. Ол іліми жәмәт үшін сорау болып қалмақта. Егер әлем толық болса, неге ол бұншелі тыныш? Әр сапары аспанға қарағанымызда ішімізде бір сорау пайда болады. Біз бұл әлемде жалғызбыз ба? Бұл сорау соншелі дәрежеде ескі, бұл тек қана ілімпазларды емес, хәттекі апуайы адамларды да бүгінгі күнге шекем ойландырып келеді. Біз аспанға қарап жұлдызлар арасынан бір нәрсені іздейміз. Мүмкін бір жауапты, мүмкін бір белгіні, бірақ та осы уақытқа шекем ешкім, еш нәрсе таумаған. Бірақ бұл үнсізлік сорауды және де қиынластырады. Ақыры әлемде миллиардлап жұлдызлар бар. Әр бірінің атрапында планеталар бар. Олардың айырмалары жерге ұқсаған. Қалайынша тек қана біздер болуымыз мүмкін. Атақлы физик Энрико Ферми де тап сондай хайран болған. Егер олар бар болса, қай жерде деген еді ол. Бүгін бұл сұрау іліми дүнияны қызықтырады. Базылар айтуы мүмкін, бәлкім олар жасырынып жүрген шығар. Ямаса біздер рауажланбағамыз, һәм олар бізді бақылап атыр. Болмаса бізге улума ітібар бермей атыр. Олар үшін біз апуайы вируслар сияқты сезілген болуы да мүмкін. Соның арасында адамзат өзінің ең алдыңғы технологияларын іске қоспақта. Джеймс Уэбб телескопы космостың ең ұзақ ноқатларына шекем қарап атыр. Әр бір сигнал, әр бір нұрлану тексеріліп атыр. Сети жой бар болса, онлаған жылдардан берлі жұлдыздарға құлақ түрмекте. Мүмкін кімдір қандай да бір радио сигнал жіберген шығар. Қызығы сонда кейде белгісіз сигнал табылды деген хабарлар шығады, бірақ олар еле тасдиқланбаған. Бәлкім бұл тек шауқым, бәлкім бұл баслануы. Бұл арада болса сораулар көбеймекте. Егер олар келсе, біз тайынбыз ба? Я болмаса біз бірінші болсақ, жауапкершілігіміз не? Егер олар келсе, біз оларды қалай күтер едік? Егер де сізді де бұл сұраулар қинап атырған болса, пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырыңыз. Сіз қандай жауапты күтіп атырсыз? Біз жалғызбыз ба, ямаса яқ па? Біз еле жалғызбыз ба? Бұны біз анық білмейміз. Бірақ та соны айта аламыз, бұл ізденулер давам етеді. Себебі сұрау бар екен, инсан іздейді. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Және қандай темаларда видео даярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.